Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі, түрлі дертке шипа болады. Нақтырақ айтсақ, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтық түзілуін реттейді. Құрамында фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен артеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терілейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады. Асқабақ дәнінде кукурбитин деп аталатын зат өте көп. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндер бауыр, сүт безі, тікішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруына ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қанның қант мөлшерін реттейді. Дән ағзаның улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық асты безі қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру, ал оның алдын алып немесе сақтанғаныңыз кезде бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамында тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасуынға бай. Ал бұл заттар ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамында триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды. Жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамында кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамы кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сонымен асқабақ дәнінің керемет емдік қасиетімен таныстық. Дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеп отыруды әдетке айналдырыңыз. Келесі видеода көріскенше.